Жезтырнақ. Жезтырнақ имек жезмұрынды, үлкен жезтырнақты, сұлу, жас әйел кейпіндегі жын-пері, тектес мақұлық. Жезтырнақ ғаламат сол қара күштің иесі. Оның ащы дауысы жер жаңғыртады. Өзінің айқайымен ол құстар мен ұсақ хайуанаттарды өлтіре береді. Жезтырнақ қазақ фольклорындағы кездесетін мифтік бейне. Жезтырнақ әдетте жағымды кейіпкерге қарсы оның қас дұшпаны ретінде сипатталады. Бірақ ол қаншалықты жауыз айлакер болса да, халықтан шыққан батырлардан әрдайым жеңіліп отырған. Кейбір мифтік ертегілерде жолы болғыш аңшылар жезтырнақтарды айламен жеңген. Сондай аңыздардың бірінде іңір қараңғысында бір жас келіншектің аулалатып от жағып отырғанын аңшының қасына келгені баяндалады. Аңшы оны дәмге шақырады. Ол үнемі тіпті тамақ жеп отырғанда да мұрнын жеңімен көлегейлеп бергеніне қарап әйелдің пері екенін аңғарады. Әйел кеткеннен кейін аңшы оттың қасына бөрені тастап, оны өз киіммен жабады. Мылтығын оқтап ағаш басына шығады. Түнде жезтырнақ қайтып келіп, бөренені тартпа бас салады. Тырнағы ағашқа бойлай кіріп кетеді. Сол кезде аңшы Әзәзілді дәл көздеп атып өлтіреді. Мамай батыр жырында жезтырнақ ерекше жылдамдықпен қозғалатыны, ұзын бойлы, әйел сипаты, қара түсті, көздері өткір, аузы үлкен, сұсты бейне түрінде сипатталады. Ал Болан есімді батыр және Шора батыр аңыздарында жезтырнақтардың киімдері басынан аяғына дейін теңгелермен, моншақтармен, алтын және күміс түймелермен, жапсырма ілгектермен әшекейленген. Олар жүргенде осының бәрі сыңғырлап, тіпті қаңғырлап кетеді. Жезтырнақтар мойнына моншақтардан жасалған алқа, аяқ-қолдарына жүзік, білезіктермен суреттеледі. Ал Шора батыр ертегісінде кіндігі кәдімгідей осы 2-3 қарыс болат болады екен. Тырнағын бәрі болат болады екен. Үстіне салған өңкей сөлбақай алтын менен күміс шашбауы деп сипаттайды. Арық мерген ертегісінде де жезтырнақтың үстінде 90 қабат тұрғыны бар алтын күміске малынған жезтырнақты әйел кейпінде суреттейді. Қорыта айтқанда, қазақ фольклорындағы жезтырнақ тау мен тасты, болмаса орманда мекендейтін, жұптасып өмір сүретін, адамнан өткір тырнақтарымен ерекшеленетін, бар күш-қуатты өткір тырнақтарына жиналған сұлу келіншек сипатындағы қаскөй күш. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Подписаться кнопкасын басып, тіркелуді ұмытпаңыздар.